Батырым. Қандай жаңалығың бар? Уа ханем, мен мына көрші ауылдан бір топ балаларды алып келдім. Мен естідім, асықты күшті ойнайды екен. Кәне көрен, кәне балаларыңды әкел, батырым. Жақсы ханем, қазір алып келемін. Жарайды. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Қабылан деген батыр. Ой, жарайсың. Жарайды, төрге шық, абыр батырым. Уа ханем, деген батыр. Уа ханем, міне, көрші ауылдың асықты мерген ататын батырларын алып келдім. Ой, бәрекелді. Осы хан талапай ойнында кім жеңіске жетеді, сол ауылдың баласына бір үйір жылқы беремін. Кәне онда ойынға кірселік. Ай бәрекелді. Ай, Олай болса, бәрекелді. ханем, асықты алуға рұқсат етіңіз. Рұқсат, кәне ойынды бастайық. Мінекей балалар, асық, бірі қоржын асық. Қазір хан талапай ойын ойнаймыз. Олай болса, ережесін түсіндіріп жүрейін. Осы асықтың арасында бір хан асық бар. Ол қызыл түске боялған. Осы хан асық кімге түссе, ойында сол бірінші бастайды. Талапай ау талапай, басталды ойын. Хан асығы кімде екен? Хан асығы міне. Асықты 5-5-тен тігеміз. Ой, жарайсың. Менде 14 асық. Ой, бәрекелді. Менде 6 асық. Ой, жарайсың. Менде 17 асық. Ой, жарайсың. Ал менде 4 асық. Ой, жарайсың. Менде 6 асық. Сегіз асық. Ой, жарайсың. Менде 5 асық. Екі асық. 10 асық. Ой, жарайсың. Уа ханем, көрші ауылдың балдары жеңді. Ой, жарайсыңдар. Мен уәдемде тұрғандай көрші ауылдың балдарына бір үйір жылқымды беремін.